Сәлем, сіздермен бірге Неса арнасы. Бүгін мен сіздерге 2013 жылы жарық көрген «Зловещие мертвецы. Черная книга» деп аталатын фильмді айтып беретін болам. Ендеше кеттік. Фильмнің басында шошып қалған бір қыз орманда әлде біреулерден қашып келе жатады. Алайда оны қуып жетіп басынан ұрып талдырып тастайды. Есін жиса, қол-аяғы байланған, айналасында өлі жануарлардың денесі ілулі тұр. Алдынан қараса, бірнеше адам оған үнсіз қарап тұр екен. Олардың арасынан қыз өзінің әкесін таниды. Сол сәтте бір кемпір әлде бір кітапты ашып, руна әріптерімен жазылған әртүрлі сөздерді оқи бастайды. Сөйтсе, қыздың ішіне жын кіріп кеткен екен. Ол өзінің анасын өлтіріп тастапты. Кемпірдің айтуымен әкесі қыздың үстіне бензин құйып, оны өртеп жібереді. Отқа оранған жын өзінің шынайы бет бейнесін көрсетіп, осындағылардың бәрінің жанын алатынын айтып, қорқынышты дауыспен қарғыс айта бастайды. Әкесі қызын жақсы көретінін айтты да, қолына мылтық алып, оны атып тастайды. Я люблю тебя, детка. Ары қарай бізге қалың орман арасында орналасқан қараусыз қалған ескі үйді көрсетеді. Үйдің алдында бір топ жастар жиналды. Дэвид пен Натали көлікпен енді келгенде, олардың достары Эрик пен Оливия Дэвидтің қарындасымен бірге әлде қашан келіп алған екен. Мия бұл Дэвидтің қарындасы, және ол есірткіге тәуелді. Сондықтан да Дэвид оның достарымен бірге әдейі Мияға көмектесу үшін осында жиналған екен. Олар осында әлде бір рәсім жасап, Мия қолындағы есірткіні құдыққа төгіп, бұл бәлеге енді жоламаймын деп ант етеді. Дегенмен бұлар бұл рәсімді бұған дейін жасаған. Алайда Мия шыдай алмай есірткіні қайта бастап кетіпті. Бұл жолы ондай қателік болдырмау үшін олар бір-біріне Мияны бөлмеден шығармаймыз деп уәде береді. Бірнеше сағаттан соң Мия күйзеліске түсе бастайды, және ол осы үйден адам төзгісіз өліктің иісі шығып тұр дейді. Оливия оны тыныштандыруға тырысуда. Жертөлеге түсетін есікті тапқан достар ол жақтан ілулі тұрған жануарлардың өлігін және сыммен мықтап оралған буманы байқайды. Сымдарды кесіп, буманы ашып қараған Эрик руна әріптерімен жазылған ежелгі беймәлім сөздерге толы кітапты көреді. Кітаптың мұқабасы былғарыдан тігілген болу керек. Кітап беттерінде жын-шайтандық көріністер бейнеленген. Кей жерлерде кейбір түсініксіз сөздердің аудармасы қаламмен жазылған. Ал келесі бетінде «Мынаны айтпа, мынаны жазба, бұған құлақ аспа, жаныңды тозақ сорып алады» деп үлкен қызыл түспен жазылған ескертулер сөздер болды. Дегенмен Эрик оларды бір-бірінен ажыратып, карандаштың көмегімен оларды оқи алды. Осыдан кейін Мия есінен ауысып бара жатқанын айтып, үйіме апарыңдаршы дейді. Бірақ достар, соның ішінде ағасы Дэвид те оның сөзін тыңдамайды. Шарасыз қыз бөлмесіне барып, терезеден қашып шығып, көлікке мініп кетіп қалды. Ол жолдан әлде бір әйелдің елесін көріп, соның кесірінен апатқа ұшырайды. Қыз көліктен шықты және де жақындап келе жатқан елесті көріп, қашуға тырысады. Қашып келе жатып, бұталарға оралып қалды. Артынан қуып жеткен әруақтың аузынан қара бұтақтар шығып, қызды зорлай бастайды. Біраздан соң достары оны іздеп тауып, үйге қайтып алып келеді. Шошып қалған қыз ағасына орманнан сұмдық нәрсе көргенін айтады. Бірақ Дэвид оның сөздеріне сенбеді. Шошып қалған Мия өз бөлмесінде біраз үнсіз отырды. Содан кейін душқа барып, үстіне ыстық су құйып жібереді. Ал Эрик көп ұзамай кітаптан дәл осындай сурет сипаттаманы көреді. Олар Мияны дәрігерге апаруды ұйғарды. Алайда олар өзен жағасына келгенде Дэвид көпірдің жоғалып кеткендігін аңғарады. Сөйтіп оларға артқа қайтудан басқа шара жоқ болады. Қайта оралған олар Мияға не істейміз деп бір-бірімен жанжалдаса бастайды. Бір кезде ішіне жын кіріп кеткен Мия достарына көп ұзамай бәріңде өлесіңдер деп қолындағы қарумен Дэвидті атып иығынан жарақаттайды. Сосын Оливияға тап береді. Барлығын жабылып, жын қаққан Мияны жертөлеге қамап тастайды. Оливия оған тыныштандыратын дәрі дайындау үшін ваннаға кетеді. Біраздан кейін оның артынан ваннаға барған Эрик Оливияның бұрышта отырып, өзінің бет-аузын кесіп отырғанын көреді. Қыз жігітті байқап, оған тап береді. Алайда Эрик оны құлатып, унитазың сынығы арқылы оны ұрып өлтіріп тастайды. Эрикті басқа бөлмеге апарған Дэвид оны жарақаттан танып, Наталиге ас бөлмеден су мен қант алып келші дейді. Керекті затты алып келе жатқан Натали жертөледегі Мияның жылап көмек сұрап жатқанын естіп, оған қарай түседі. Сол сәтте жын қаққан Мия Наталиге шабуыл жасап, оның қолымен тістеп алады. Дэвид дер кезінде келіп, көмекке келіп, оны құтқарып алады. Және жертөленің есігін шегелеп, оны шынжырмен бекітіп тастайды. Тістелген жараны жуып жатқан Натали қолының қалай өзгере бастағанына қарап шошып кетеді. Инфекцияға жол бермес үшін зақымданған қолын электрлі арамен кесіп тастайды. Ал жертөледегі жарық шақтан үніліп тұрған Мия оған бұлай жасамауды айтады.
Осыдан кейін Эрик болып жатқан жағдайға өзін кінәлі сезініп, Дэвидке әлгі кітаптағы белгілі бір қарғысты байқамай оқып қойғандығы жайлы айтады. Ол шамасы белгісіз зұлым күшті оятқан секілді. Сондай-ақ кітапта жынды шығарудың 3 жолы жазылған: тірідей жерлеу, бөлшектеу және өртеу. Алайда бұл соңы емес. Егер де жын 5 адамның жанын басып алса, аспаннан қан жауып бірден өлгендер қайта тіріледі екен. Эрик кітапты өртеп жібергісі келді, алайда ол мүлдем жанбай қойды. Біраздан соң оларға пневматикалық балғамен жын кіріп кеткен Натали шабуыл жасайды. Ол әрең тұрған Эриктің қолынан бірнеше рет атып, сосын Дэвидті өлтіруге кірісті. Алайда Дэвид шапшаң қимылдап, қолына шолақ мылтықты алып үлгереді. Сөйтіп оның көмегімен Наталиді қолынан атып, жұлып жібереді. Өз кейпіне оралған Натали Дэвидке қарап, не үшін деп сұрайды да, соң қолында көз жұмады. Дэвид пен Эрик айналаның бәріне бензин шашып, үйді өртеп жіберуді шешті. Дэвид жертөледегі қарындасының өлең айтып жатқанын естиді. Бұл олардың анасының сүйікті әні болатын. Сөйтіп Дэвид үйді өртемейті болып жертөлеге түсті және оған жынданған Мия тап береді. Эрик оған көмектесуге жертөлеге келді және алған ауыр жарақатының салдарынан қайтыс болады. Дэвид қарғысты қайтару үшін кітаптағы жазылған 3 амалдың бірі, яғни Мияны тірідей көмеді. Алайда соңғы уыс топырақты салғаннан кейін оны қайта қазып алып, есін жидырады. Мия жыннан тазарды, енді олар бұл жерден кетуге тырысады. Дэвид көліктің кілтін алу үшін үйге кіргенде, жын кіріп, қайта тірілген Эрик оған тап береді. Жараланған Дэвид ол көліктің кілтін Мияға беріп, бұл жерден тезірек кетіп қал дейді. Ал өзі үйде қалып жаңармай толы кәңістерді атып, жарылыс туғызады. Үйдің жанында тұрған Мия аспаннан тамшылаған қанды жаңбырды көреді. Бұл дегеніміз, жын 5 адамның денесін иеленді деген сөз. Оның ішінде фильмнің басында көрсетілген қыз да бар. Кітапта, егер де жын 5 адамның жанын басып алса, аспаннан қан жауып, өлгендер тіріледі деп айтылған болатын. Жерден жын кірген Мияға ұқсас мақұлық шығып, қыздың артынан қуып кетеді. Мия қораға барып тығылып, сол жерден бензопила тауып алады. Сөйтіп далаға жүгіріп шығып, көліктің астына жасырынады. Ол қасына келген жынның аяғын кесіп тастап, өзі қашып кетуге тырысады, бірақ үлгермейді. Жын көлікті аударып тастап, Мияның білегін көліктің астында қалып қояды. Мия бар күшін жинап, қысылған қолын жартысынан жұлып алды. Содан соң бензопиламен жынды бөлшектеп тастайды. Сөйтіп, жынды жер жұтып, қанды жауын басылады. Осылайша кино аяқталады. Достар, кино ұнаған болса, лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.